Қайырлы күн, сіздермен бірге Ляззат. Бүгін біздің үйдің жиі жасалатын пирогтарының бірі картошка дайындайтын боламыз. Ең алдымен осылай толықтай блендер арқылы барлығын үгітіп алатын боламыз. Шамалы грек жаңғағын қостым. Грек жаңғағымызды толықтай езіп алатын боламыз. Шамалы грек жаңғағының екінші бөлігін ганашына қосатын боламыз. Келесі кезекте 2 қасық какаоымызды және қантымызды және де сүтімізді еріген майымызды қосып, толықтай бір келкі масса болғанша араластыратын боламыз. Кез келген формамызды жасап, тоңазытқышқа 15-20 минутқа қойып алатын боламыз. Келесі кезекте ганашымызды дайындап алатын боламыз. Ганашымызға грек жаңғағымызды қосып, бір келкі масса болғанша толықтай араластырып дайындап алатын боламыз. Осындай шпажканың көмегімен пирожныйларымызды шоколадымызға малып алатын боламыз. Ендігі кезекте шамалы макпен, кунжутпен үстерін әсемдеп алдым. Білесіздер, бұлардың өздері ерекше дәм береді. Пирожныйларымызды қайтадан 10-15 минутқа тоңазытқышқа қойып алатын боламыз. Мінекей тәтті керемет пирожныйларымыз дайын болды. Сіздермен болған Ляззат. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ас болсын.